Бүгінде Елбасы кітапханасы еліміздегі бірден-бір ақпараттық идеологиялық кешен болып отыр. Мекеме Назарбаев орталығының ғимараты мен мемлекет басшысының бұрынғы резиденциясында орналасқан. 9 қабатты Назарбаев орталығының ғимараты әлемге әйгілі британ сәулетшісі Норман Фостердің бірегей жобасы бойынша тұрғызылған. Елбасы кітапханасы музейінің ғимаратында Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің резиденциясы орналасқан. Жалпы аумағы 12.000 шаршы метрді құрайтын кешен мемлекет басшысының жұмыс кабинетінен, қоғамдық залдардан, сондай-ақ жоғарғы деңгейдегі кездесулер мен рәсімдерге арналған залдардан құрылған. Елбасының жеке архивінде Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің мемлекеттік және қоғамдық қызметіне байланысты 130 мыңнан астам мұрағат құжаттары, бірегей өмірбаяндық шығармашылық материалдар сақталған. Назарбаев орталығы мен кітапхана музейі 24 экспозициялық аумақтан тұрады. Президенттің жеке кітапханасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа тарту етілген басылымдар мен елбасының 60 жылдардан бастап жинаған үй кітапханасының кітаптары құрайды. Елбасы кітапханасының талдау орталығы халықаралық пікірсайыс алаңы ретінде әлемнің үздік сарапшыларымен пікір алмасуда. Бүгінде орталық жаңа буынның ой шеберханасына айналып отыр. Кітапхана өскелең ұрпаққа тәрбие мен білім беру арқылы аса дамыған мәдени, қоғамдық саяси орта құрады. Ғылыми білім беру және мәдени бағдарламалар мен жобаларды іске асыру тұрғысынан Елбасы кітапханасының оқыту курстарынан 2014 жылдан бастап 17 мыңнан астам адам қатысты. Қонақтарға Елбасы кітапханасының есігі қашанда ашық. Жыл сайын оның қос ғимаратына 200 мыңнан астам адам келеді. Кітапхананың бірегей қорлары, бай мәдени тарихи ресурстары, ғылыми зерттеулер қорытындылары мен инновациялық технологиялары мемлекеттің мақтанышы мен халықтың мұрасы.